Қазақстан алғаш рет байытылған уранды экспорттады. Бұл атом саласындағы үлкен жетістік, себебі бұған дейін біз табиғи уран сатып келген едік. Бүгін Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясы 2016 жылдың қорытындысы бойынша ақпарат күнін өткізіп, өз жетістіктерімен бөлісті. Трансформация бағдарламасының нәтижелері туралы баяндады. Тілші әңгімесі. Жуырда ғана Үлбі металлургиялық зауыты жанында ядролық отын шығаратын өндірістің құрылысы басталды. Ол іске қосылғаннан кейін Қазақстан Қытайға 200 тонна ядролық отын сатады. Айта кетейік, кішкентай ғана бір отынның таблеткасы 860 келі көмірден алынатын қуатты бере алады. Немесе 780 текше метр газдың, я болмаса 780 келі мұнайдың энергиясына тең. Осылайша шикізат қоры Қазақстан табысын еселеп арттырмақ. Себебі табиғи уранға қарағанда оймақтай отыннан үлкен пайда көруге болады. Биылдың өзінде компания алғаш рет байытылған уранды экспорттаған. Табиғи уран емес, байытылған уран бірінші рет Украинаға саттық. Ол да жаңа нарық. Біз де өзімізге жаңа нарықты аштық. Әрине, ары қарай осы жұмысты біз қарқынды түрде жалғастырамыз. Біз Қазатомпром таза пайдасы 2,5 есе ұлғайттық. Ол да үлкен нәтиже. Ақпарат күнінде трансформация бағдарламасының биылғы нәтижелері тілге тиек етілді. Есть несколько задач, да? Трансформация бағдарламасының бірнеше мақсаты бар. Алдымен біз компаниямыздың құнын арттыруға тиіспіз. Ол үшін шығындарды азайту, өндірісті үнемді ету керек. Автоматтандыруға көшу шарт, әрі салалық емес активтерді шығару қажет. Айта кетейік, биыл Қазатомөнеркәсіп салалық емес, яғни шығын келтіретін 20 компанияны өз қоржынынан шығарды. Өндірістің өзіндік құнын қысқарту іс-шаралары нәтижесінде 13 миллиард теңге үнемдеді. Трансформация бағдарламасының аясында бұл жұмыс одан әрде жалғасады дейді ұлттық атом компаниясының басшылығы. Достық Талғатұлы, Ернат Сайлаубаев, қорытынды жаңалықтар.